Ғасырлар бойы ауыздан ауызға жеткен ескі аңыздар неге өміршең? Өйткені әр айтушы өзін ел қорғайтын батыр сезінді. Көңілді күдік жайлағанда жол көрсетер ақылшыз деді. Қиналған қиын сәтте қол ұшын созар дос күтті. Солайша ақсақал, батыр, көмекші сияқты архетиптер дүниеге келді. Әр фильм жаңа оқиға айтқанымен ескі архетиптерге жүгінеді. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы архетиптер туралы айтамыз. Ертегі аңыздардың бәрінде таныс кейіпкерлер айналыста жүреді. Ертарғын сияқты қаһарман, Ақжүністей хан қызы, Қодар секілді залым, Асан қайғыдай абыз ақсақал, Желаяқтай жолдас, Алдаркөседей айлагер, тағы басқа. Бұл кейіпкерлер ұмытылмайды. Тіпті аты өшсе де заты түрленіп, жаңа кейіпте мәдениетімізге оралып отырады. Әлемнің бұла енжарлығы. Қуандық қозы көрпештей ғашық жар архетипінің мысалы. Қозы үшін сапарының мақсаты баян болса, қуандық үшін тіршілікке мағына беретін салтанат. Ол салтанаттан жырақта өмірін елестете алмайды. Қозының ерке баянға ерлігінен басқа ұсынары болмайтыны сияқты, қуандықтың ғашығына бар ұсынары қорған болмақ. Салтанат отбасының қамы үшін қалталы адамның ойыншығына айналады. Ежелгі ертегідегі сияқты екі жас қоғамның мықтыларына қол ұстасып қарсы шығады. Адамды алға жетелейтін екі күш байлық пен сүйіспеншілік екенін, бұл екеуі бір-біріне бітіспес қарсылас екенін көне аңыз қалай қапсыз дөп басқан. Қозы, сендағы қолал. Менде кексақтау болмас. Мені қолым қодараға. Ұзағынан қарақтарым, ұзағынан. Джозеф Кэмпбелл Америка жергілікті халықтарының аңыздарын зерттей келе, оларды өзіне мәлім батыс мифологиясымен салыстырады. Сосын басқа құрлықтарға көз салады. Таң қалады. Жер бетінде айтылатын оқиғалар бір-бірінен аумайды, ал кейіпкерлер қайталанады екен. Матрица фильмінде қиялдан туған әлем үшін неге алаңдаймыз? Өйткені картина адамзатқа ортақ архетиптерге жүгінеді. Мұндағы қызыл не жасыл дәрі симуляция мен шындық арасындағы таңдау символы. Ер езілген халықтың панасы. Бұл өмірден әлдеқандай мақсат іздеген, өзінен де маңызды дүние үшін күресуге дайын адам баласының бәріне ортақ тәмсіл. Нео өзін тану жолында адамзат құтқарушысы қаһарманға айналады. Морфеус данагөй ақылшы, Неоның матрицадағы жолбасшысы. Агент Смит антагонист. Оның бар мақсаты Нео мен өзге ереуілшілердің көзін құрту. Тринити көмекші серік. Ол қажет кезінде Неоның жанынан табылады. Фильм осындай кейіпкерлер арқылы күллі адамзатқа ортақ адамның тіршіліктегі орны туралы сұраққа жауап іздейді және жүйеге қарсы шығар батылдыққа үндейді. Сейчас я повешу трубку и потом покажу людям то, что вы хотели скрыть. Покажу им мир без вас. Мир без диктата и запретов. Мир без границ. Мир, где возможно все. Алғашқы бөлігі 1977 жылы шыққан «Жұлдыздар соғысы» франшизасы да ең алдымен баршаға таныс архетиптерге сүйенуімен тартымды бола білді. Люк Скайуокер мұнда әлемді жауыз империядан құтқару жолындағы қаһарман. Оби-Уан Кеноби ақылшы, данагөй, Люктың жолбасшысы. Дарт Вейдер жауыз империяның императоры, жауыздық бейнесінің жиынтығы. Хан Соло мұнда айлакер серік архетипінде күлкі тудырып, көңілді жайландырып отырады. Лея батыстық ертегілердің ханшайым архетиптерінен алынған. Оны міндетті түрде ханзада келіп құтқаруы тиіс. Осындай баршаға таныс архетиптерді оқиғаға өру арқылы «Жұлдыздар соғысы» жаһандық аудиторияға жақын болатын фильмге айналды. Бұл туындының да өзегіндегі мәселе өзін іздеу мен жауыздыққа қарсы тұру. Әлемдегі аңыз ертегілер ұқсас болғанымен, әр аймақтың өз баяны бар. Айталық, көшпелі мәдениет архетиптерінің сойы бөлек. Кино заманауи миф түзудің формасы болса, қазіргі қазақ киносында кеңес дәуірінің табы білінеді. Өйткені ол дәуірде орыс мәдениетінің архетиптерін санаға сіңіруге тырысты.
ханшайым батыс аңыздарында әлжуаз кейіпкер. Оны бақытқа бөлейтін де сарайдағы қызықсыз өмірден, ал кейде тіпті ұйқыдан құтқаратын сырттан келген қаһарман. Қазақ эпостарында керісінше Ақжүніс құртқа, Гүлбаршын батырларға ақыл қосатын, ер қанаты тұлпарының тілін білетін, оны баптайтын кейіпкер еді. Қазақ фольклорына негізделген кинотуындыларда хан қызы да белсенді әрекет иесі. Ол тағдыр түйінін шешіп таңдау жасай алады және өзгелерді өз таңдауына тоқтата алады. Қаһарман да, батыр да оның ақылына жүгінуге бейім. Төрешінің арманы таластыру емес, табыстыру. Қастастыру емес, достастыру болса, онда қайтасыңдар? Заманауи романтикалық комедияларда да осындай ақылына көркі сай мәртебелі бойжеткендер көп, бірақ оларды сценаристер көптен көп ақымақтау, жолы болмайтын жігіттерге қосақтайды. Оның астарында кеңес киносы арқылы орыстың ақмақ Иван архетипінің санаға сіңуі жатуы мүмкін. Жыным сол фильміндегі Досбол, ауылдан қашқандар фильміндегі Ербол, Махаббатым Айсұлу фильміндегі Санжар, бұлардың бәрі қазақ топырағына көшірілген ақмақ Ивандар. Көшпелі қазақ мәдениетінде ақмақтың қаһарман болуы сирек. Далада қаһарман болу үшін не ер төстіктей батыр, не тазшадай тапқыр болуға тиіссің. Батыр адам ол көбінесе аңқау болып келеді. Әйелі ақылды, алдын ойлайтын, сондай болады. Мысалы, Қобыланды құртқа. Бірақ мынандай жігерсіз персонаж жоқ дәстүрлі әдебиетте. Ол я шынымен орыстардан келген, я негізі бар ғой, соғыстан кейін еркек адамдар аз қалды, соған әйтеуір шалбар киген, әйтеуір еркек деген аты бар ғой деген ұғым жалғасып кетті ма? Астарлы мағына кейіпкердің болмысында да жатуы мүмкін. Әке – дәстүр мен тарих, ана – ұлт пен руханият, әйел – мораль мен мағына, ер – ерік пен жігер, бала – болашақ. Асқар Фархатидің Ажырасу фильмінде әке алжыған есін білмейді. Бұл қартайған дәстүр, алжыған жүйеге аллегория. Семеннің термені алып батысқа кетемін деуі дәстүрден, өткеннен, Иран мемлекетінен бас тартамын дегені. Надердің әкемді қалдыра алмаймын дегені, елімді тастап кетпеймін дегені. Фархат Шәріповтің тұлғалық өсу тренингі фильмінде бас кейіпкер Қанаттың анасы біртіндеп алжиды. Мұнда ана рухани құндылықтарға аллегория. Фильм барысында Қанат біртіндеп өзгереді. Оның бойында армен арпалыс жүреді. Ең соңында ол қызметті шындықтан, ақшаны адалдықтан жоғары қойғандай. Анасы түбегейлі алжып тынады. Патша, жауынгер, сиқыршы, ғашық жар. Зерттеушілер Дуглас Жиле мен Роберт Мурдың бестселлеріне сенсек, әр адамның бойында осы рөлдер тартысып жатады. Алайда көсемдік пен тиранияның, батырлық пен қатыгездіктің, сиқыр мен көз байлаудың, махаббат пен есі кетудің арасындағы шекара тым нәзік. Көшпенділер фильміндегі Ораз, абыз, сиқыршы, ұстаз образының жиынтығы. Ол көпшілікке белгісіз ақиқаттарды біледі және жалғыз мұраты қаһарман болу емес, халық үшін туған қаһарманды тәрбиелеу деп біледі. Ол Мансұрды батырлыққа ғана баулып қоймайды, дүниедегі сакральды білімге сусындатады. Абыз адамның жоғары рухани сатысы. Ол не нәрсені де өзі үшін емес, өзгелер үшін жасайды. Алайда кез келген архетиптің екі жағы болатын сияқты, сиқыршы абыз архетипінің де күнгейі мен көлеңкесі бар. Тылсым білім иесі өз аңсарын өзгенікінен жоғары қойғанда көз бояушыға айналады. Тор фильміндегі Локи білім мен қабілетін өзі үшін билікке жету жолында жұмсайтын көлеңкелі сиқыршы. Әркім өз өмірінің патшасы, яғни өмір үшін жауапкершілік алады. Тұрақтылық, қауіпсіздік, көркеюді қамтамасыз ету соның мойнында. Биліктің суық ақылда болатыны да содан.
патшаның рөлі қызмет ету. Арыстан патшадағы Муфаса, Артур патшадағы Артур, 300 спартандықтағы Леонидас, Сақиналар әміршісіндегі Феоден архетиптік патша образдары. Троя фильміндегі Приам да сондай данагөй патша. Приамның трагедиясы тентек ұлын тыя алмай мұрагерінен де патшалығынан да айырылғаны. Ол алдымен азап арқылаған әке. Патша да көне танымда халқы үшін әке, яғни бұл архетип әке образына байлаулы. Абайдың жастық шағы фильміндегі Құнанбай да патша, я көсем образына сай келеді. Ол ақыл айтушы, ұлына сын көзімен қараушы, ең қатаң жолмен болса да өз қарамағындағы ел тәртібін қамтамасыз етуші. Ты не умеешь различать, что дорого. Безрассудно расточаешь свои сокровища. Ты слишком доступен и прост, как озеро с пологими берегами. А такую воду и собаки лакают, и скот мутит. Патша өзін патшалықтан артық қойғанда, оның мемлекеті де құлдырайды. Сталин сияқты тирандар мен Гитлер сияқты деспоттар солай дүниеге келеді. Арыстан патшадағы Муфаса архетиптік патша. Ол әділде дана, өз өмірі де, патшалық дәурені де уақытша екенін жақсы түсінеді. Рафики оның ақылгөй кеңесшісі, яғни архетиптік абыз. Тыртық Муфасаның билік құмар інісі. Ол патшалықты тартып алғанда алқап қурайды, дүние түнекке айналады. Билік үшін дейтін ол көлеңкелі патша, яғни диктатор архетипіне дөп келеді. Симба билікке келгенде прайд қайта гүлдей жөнеледі. Жарқыраған күнде дос, тұнжыраған түнде дос. Бәріне де жаным шат дейтін Әуезовтың керек батыры. Өйткені тіршіліктің тірегі сүйіспеншілік сезімі. Адамзатқа ғана емес, жыбырлаған жәндік, сыбырлаған жел, сайраған құс, күннің шуағы, нөсердің тамшысы бәрін байқап сезіне білу. Өзімді 18 мың ғаламның бөлшегі сезінбейінше өмірді шын сүйдім деу мүмкін емес. Тіршілікті сүйетін адам өзгені де сүйе біледі. Ғашық жар архетипінің астарында сондай ой жатыр. Қыз жібектегі Төлеген, Қозы көрпештегі Қозы, Махаббат бекетіндегі Орал, Титаниктегі Джек, Ромео мен Джульеттадағы Ромео ғашық жардың мысалы. Қыз жібектегі Бекежан, Қозы көрпештегі Қодар сияқты сезімнің жолында адамшылығын игере алмаған кейіпкерлер көлеңкелі ғашық жарға айналады. Махаббат үшін қылмысқа баратын кейіпкерлер америкалық психопат фильміндегі Патрик Бейтман секілді көлеңкелі ғашық жар образына сай келеді. Өйткені ол өзіне ғашық және мәртебесі мен сүйкімін өзгелерді бағындыру үшін қолданады. Оның қанша адамды өлтіргені, я барлық қылмысы тек қиялында болғаны жұмбақ. Алайда оның бар әрекеті басқаға мейірімнен гөрі нарциссттік сезімге, бәрінен басым болуға негізделгені анық. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді Абай. Жылы жүрек ғашық жардың, нұрлы ақыл данышпан сиқыршының сипаты болса, ыстық қайрат жауынгерлікке жетелейді. Жауынгер ел үшін туады, ел үшін күреседі. Троя фильміндегі Ахиллесті жауынгерліктің үлгісі деп санайды. Бірақ мұндағы шын жауынгер Гектор. Ол өзгені қорғау үшін өз басын өлімге тігеді. Өлімге бара жатқанын біліп тұрып, жалғыз інісін құтқару үшін Ахиллеске қарсы шығады және ештеңеге қарамастан адал шайқасады. Ахиллес көлеңкелі жауынгер, өйткені ол өзінің даңқы үшін ғана күреседі. Басқалардың өмірі мен өлімі, халықтардың тағдыры оны алаңдатпайды. Сол сияқты Джокерде тек қиратуды қалайтын, еш нәрсе үшін жауапкершілік алмайтын анархиялық импульстың жетегіндегі көлеңкелі жауынгер. Кинодағы кейіпкерлер мен архетиптер қоғамдағы жағдайлардан хабар береді. Бас кейіпкеріңіз жас па, кәрі ме, ер ме, әйел ме, сау ма, науқас па, осының бәрі маңызды. Қазақ киносында данагөй ақсақал қария образы жиі кездеседі. Ал анау солтүстікте тұрған жарық жұлдызды көрдің бе? Иә. Ол темір қазық. Аспан күмбезі қанша айналса да,
Темірғазы орнынан тапжылмайды. Ал басқа жұлдыздар соны байлаған ат құсап айналады да жүреді. Шакен Аймановтың Атамекен фильміндегі Ақсақал, Абдолла Қарсақбаевтың Балалықтың кермек дәміндегі Зейнолла, Серік Жармұхамедовтың Өтелмеген парызындағы Қожабек, Рүстем Әбдіраштың Сталинге сыйлығындағы Қасым сияқты образдар галереясы бар. Вы знаете, вот архетипы... Кеңестік қазақ киносында Ақсақал Данагой образы кеңінен таралды. Ол рас, бірақ онымен байланысты басқа бір саяси мәселе бар еді. Түйін шешетін, қоғамда алға жылжытар жасампаз жас ер адамдарды көрсетуге тыйым салды. Экрандағы заманауи қазақ кейіпкерлер көбіне не қарттар, не балалар болды. Ал ортадағы белсенді жастағы образдар коммунистерге, колхоз төрағасы сияқтыларға берілді. Ол ұлттық қаһарман бола алмады. Бұл кеңес дәуіріндегі айтылмаған ереже еді. Тәуелсіздік дәуірінде сол жағдай өзгерді. Режиссерлер ел тағдырын қолына алуға дайын жас кейіпкерлерді сұлбалады. Оларға жол салған жаңа толқын дәуірінің кейіпкерлері болатын. Вот в новой волне как раз... Рашид Нұғмановтың «Ине», Серік Апырмовтың «Қиян» фильмдерінде жалпы жаңа толқында жекілдеген бойдақ жігіттер пайда болды. Мысалы, Виктор Цой нағыз қаһарман ретінде сипатталған аса тартымды кейіпкер, супермен десек болады. Біреуді қорғау үшін жұдырықтасуға әзір тұрады. Есірткінің құрығынан қызды құтқарады. Қиянда әлеуметтік жағдайы мәз болмаса да, ауылдағы ауылды таңдаған. Сонда қазақы қоғамды көркейтуге әзір жас жігіттер бар. Тәуелсіздік кезінде қазақстандық кино үшін жаңа толқынмен осындай кейіпкерлердің пайда болуы, коммунист, колхоз бастығы секілді орыс ағайдың образы артта қалғанын көрсетеді. Үйленуге, мәселе шешуге, қоғамда белсенді болуға қабілеті бар жаңа, мықты, жас қазақ жігітінің образы дүниеге келді. Сәбит Құрманбековтың Оралман фильміндегі Дулыға Ақмолданың кейіпкері ата аманатына адал, Атамекеннің болашағын көркейту үшін шекара асып келген адам. Оның мешітті жөндеуі діннің насихаты емес, ұлттық құндылықтарды жаңғыртудың символы. Фильм басындағы сүреңсіз даланың соңында гүлге орануы да ел көркейту тақырыбымен байланысты. Әкенің бейнесі ұлт, атамекен, тарих пен дәстүр, ал оны туған жерге арқалап жеткізу, туған топырағын сүйдірту, сол дәстүрді жаңғырту, ұлттың өз-өзіне оралуы деп түсінуге болады. Әрине, бұл фильмде негізі символикалық дүниелер көп. Анасын арқалап жүріпті деген, Меккеге алып барыпты деген, сондай нәрселер көп қой, енді шынымен де солай. Бірақ әкесін арқалап жүру көп бола бермейтін нәрсе. Осы фильмнің мағынасының тереңдігі осы жерінде деп ойлаймын. Бұл үлкен философия. Біріншіден режиссердің, сценаристің көрегендігі. Әке тағдырына бет бұру, әкенің балаға деген аманаты, аманатты орындау, әкелік аманатты. Әкесін туған жерге жеткізу. Бұл жердегі бір ерекшелік сөзсіз әрекет арқылы шешілген көп нәрсе. Арқалап алып келген әкесін көтеріп алып барып жерлеуі деген сияқты. Енді айта берсек көп нәрсе. Қаһарман деген әлдекімді не әлденені өзінен биік қоя алатын адам. Соңғы жылдардағы экранымыздың қаһармандары кімдер? Патриоттар уақыты қарулы күштер туралы. Данияр Алшынов суық ақылға сүйенген батыл ағаны, Сануржан Сүлейменов шығармашыл ойлайтын қызуғанды ініні кейіптейді. Бұларды бір-біріне қарсы қоюдан бұрын фильм қос қасиеттің де керектігін көрсетеді. Және олар жұмыла жұмыс істеу арқылы ғана жеңіске жетеді. Бой берет не машина, бой берет голова. Картина «Братья». Ағайындылар фильмі, 18 килогерц картинасы, Әділхан Ержановтың, Эмир Байғазиннің, Ерлан Нұрмұхамбетовтың картиналары. Шаңырақ көтеретін, қандайда бір мәселені шешетін жас жігіттер туралы. Өз жолын жүріп өтіп, жеңімпаз болып оралатын жауынгер архетипі қайта оралды. Өз жолымен жүретін болса, ол қылмыс жасайтын кейіпкер ме, әлде комедия кейіпкер ме? Бүгінгі жас азамат образы қандай? Өзіне сенімді ме? Қылмыс жасай ма? Әлде жақсы адамға айнала ма?
осы образдан сана қалыптасады. Маған паралимпиадашы, патриоттар уақытта Дос Мұқасан картиналары қатты ұнайды. Бірінде спортта ерлік жасау, бірінде әскерилер, енді бірінде өнер адамдары көрсетіледі. Алғаш рет экраннан америкалық емес, өзіміздің қаһармандарды көрдік. Батырлар жыры да, ертегілер мен аңыздар да адам бойындағы алапат күш туралы айтады. Яғни қаһармандар қашанда өз межемізді еске салады, адам рухының жеңімпаздығын паш етеді. Үндістандық ар сияқты фильмдерді көргенде ежелгі Қобыланды, Алпамыс, Тарғын сияқты батырлар еске түседі. Бұл халықты қорғайтын батыр керек деген қауымшыл түсініктен туған. Алпамыс, Қобыланды ол жай ғана батыр емес, ол тотем, ол әлеуметтік былайша айтқанда принципі. Әлеумет осының маңайында топтасады, ол былайша айтқанда бүкіл қоғам оның мүшелері сол тотемнің. Тотем бұл жерде аң деген мағынада емес, бірақ Алпамыстың қасқыр екені, Қобыланды қабылан екені көрініп тұрады жырдан. Дегенмен бұл жерде аңшылық туралы емес, ол көне адамның ойлау жүйесіне байланысты. Бәр нәрседе бір нәрсені көру, тағы сондай. Елу жылда ел жаңа дейміз. Ұрпақтар арасындағы ауысым туралы қазіргі қазақ киносы қандай ой айтады? Хотя бы кинода фильмі үш кейіпкердің сапарына сүйенген роуд-муви деуге болады. Қайрат билік басындағы буынның өкілі. Ол лас жүйеге белшесінен батқан жемқор. Рамазан елді өзгертуге тиіс жаңа буын өкілі. Бірақ солқылдақ, олақ, капиталистік қоғамның талаптарына тәуелді. Диас келешек ұрпақ. Ол техника тілін жақсы меңгерген ақылды бала, бірақ денсаулығында кінәраты бар. Яғни комедия біз өз болашағымызды өзіміз өлтіріп жатырмыз деген ой айтады. Фильм соңында аға буын болашақ үшін аранын тыяды. Бұл кино болғандықтан ғана. Кино отражает... Кино қоғамның айнасы. 90-шы жылдардың басында жағаға шығып қалған жаңқадай күйде болдық. Сондықтан кинода жетімдер, жалғыз балалар көбірек көрсетілді. Кинодағы бала образы болашақ. Бала бақытты, дені сау, жағдайы жақсы болса, ол салауатты қоғамда бейнелейді. Америкалық үйде жалғыз қалғанда фильмі баланың әл-ауқатының жарқын мысалы. Жаңа жылда жалғыз қалып қойса да, Кевиннің шыңдалғаны соншалық, өз бетінше әрекет етіп, қылмыскерлерге тойтарыс береді. Ал 90-шы жылдардағы қазақстандық картиналарда балаларымыз әлсіз көрсетілген. Серік Апырымовтың «Аңшы» фильмінде жеткіншек дұрыс дем алуды, дұрыс жүріп тұруды үйренеді. Шиза фильмі не әке, не шешесі жоқ, қайдан шыққаны белгісіз бөтен отбасы паналатқан бала туралы. Кинодағы жетімдік сол кездегі қоғамның күйі. Жалғыз басты-ананың баласы, әкесі жоқ бала, бұл әлсіз қоғамның көрсеткіші. Әйел қаһарман ба, символ ма? Оның батырлығы ма, ақылы ма, құрбандығы ма, қай қасиеті жоғары бағаланады? Әйелдің қоғамдағы орны туралы айту үшін оның экрандағы образына қарау керек. Мәриям сияқты фильмдерде жалғыз басты бақытсыз әйелдерді көреміз. Әйел образы да кездейсоқ емес, қоғамның айнасы деуге болады. Вы знаете, образ женщины в казахском кино это... Әйелдер отан образы. Қайбір жылдары жаңа толқын фильмдеріндегі жас әйел образдардың бәрі жарымжан еді. Құлағы естімейтін, көзі көрмейтін, жезөкше, жалғыз басты, бақытсыз. Бұл Қазақстандағы қиын кезеңнің көрінісі болатын. Кейінгі картиналарда әйелдер отбасылы. Қазір келін туралы, ғашық болатын бойжеткендер туралы фильмдер көп. Кинодағы әйел образы позитивті болса, қоғамның жағдайы да жақсы деген сөз. Мифтер қоғамдық түстер, түстер жекеменшік мифтер дейді Джозеф Кэмпбелл. Архетиптер мен аңыздарда адамзат болмысы туралы шектік шындықтар бар. Осыған дейінгі адамзат тәжірибесінің сығындысы да архетиптерде. Ендеше шындықты айтуға құштар, адам тануға ұмтылған фильмдеріміз көп болсын. Келесі киноскопта кездескенше.